Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер? Мен дәрігер Нұреке. Бүгінгі тақырып қант диабеті туралы. Сіз білесіз бе, Қазақстанда 1 миллионнан астам адам қант диабетінен зардап шегеді. Әр 10 адамның бірінде диабет бар. Ең қорқынышты, не білесіз бе? Көп адамдар диабеті бар екенін білмейді. Қанды қант жоғары, бірақ белгі жоқ. Уақыт өтеді, диабет дамыды. Асқынулар басталады. Көру нашарлайды, бүйрек бұзылады, жүрек ауруы, инсульт. Бірақ диабетті жеңуге болады. Менің пациентім 68 жасар Мұхтар аға. Ол 90 күнде диабетін жеңді. Қанды қалыпты болды. Инсулинді тастады. Дәрілерді азайтты. Қалай? Видеоны соңына дейін қараңыз. Қазір бәрін толықтай айтамын. Жазылыңыз, лайк басып, комментарийге пікір қалдыра кетіңіз. Қай қаладан көріп отырсыз? Жаза кетіңіз. Бастайық. Алдымен диабет дегеніміз не екенін білейік. Қант диабеті. Бұл қандағы қант деңгейінің жоғары болуы. Қалыпты қант ашқарын 3,3-тен 5,5-ке дейін. Диабетте 7 одан жоғары. Неліктен қант жоғарылайды? Бірінші тип диабет. Бұл бала кезінен ұйқы безі инсулин шығармайды. Бұл өте сирек. Екінші тип диабет. Бұл ересектерде. Ұйқы безі инсулин шығарады, бірақ дене инсулинді сезбейді. Бұл инсулинге төзімсіздік деп аталады. Қант қанда жиналады. Жасушаларға кірмейді. Қант жоғары болады. Неліктен қауіпті? Жоғары қант қан тамырларды бұзады. Көз қан тамырлары бұзылады. Соқырлық. Бүйрек тамырлары бұзылады. Бүйрек жеткіліксіздігі. Диализ. Аяқ тамырлары бұзылады. Жарақат жазылмайды. Ампутация. Жүрек тамырлары бұзылады. Инфаркт. Ми тамырлары бұзылады. Инсульт. Сондықтан диабет өте қауіпті. Бірақ жақсы хабар бар. Екінші тип диабетті жеңуге болады. Қалай? Тағаммен, өмір салтымен. Қазір айтамын. Мен сізге нақты мысал айтайын. Менің пациентім Мұхтар аға, 68 жаста. Ол маған 2 жыл бұрын келді. Шағымы көбет, үнемі шөлдейді, көп су ішеді, жиі дәретханаға барады. Әсіресе түнде өте шаршайды, көру нашарлады, аяқтары аштады, жарақаттар ұзақ жазылады. Мен қанын тексердім. Қанды 11. Бұл өте жоғары. Қалыпты 5. Диабет диагнозын қойдым. Мұхтар аға қорқып кетті. Айтады: доктор, мен өлемін де. Мен айттым: жоқ, өлмейсіз. Бірақ өмір салтымызды өзгерту керек. Ол сұрады: не істеу керек? Мен оған жоспар жасадым. Арнайы диета, арнайы тағамдар, жаттығулар, дәрілер. Ол келісті, барлығын орындады. 1 ай өтті. Қанды 9 болды. Жақсарды. 2 ай өтті. Қанды 7 болды. Одан да жақсы. 3 ай өтті. Қанды 5,7 қалыпты. 90 күнде ол диабетін жеңді. Инсулин қажет болмады. Дәрілерді азайттық. Ол қазір 2 жылдан бері жақсы. Қанды қалыпты. Белсенді өмір сүреді, немерлермен ойнайды. Қалай ол мұны істеді? Қазір айтамын. Бірінші тағам 40 қабат. Бұл диабетке қарсы ең күшті тағам. Неліктен 40 қабат осынша пайдалы? Бірінші, қантты төмендетеді. 40 қабатта клетчатка көп. Клетчатка қанттың сіңуін баяулатады. Қант баяу көтеріледі, күрт секірмейді. Екінші, инсулинге сезімталдықты жақсартады. 40 қабатта магний бар. Магний жасушаларды инсулинге сезімтал етеді. Инсулин жақсы жұмыс істейді. Үшінші, бауырды тазалайды. Диабетте бауыр майлы болады. 40 қабат бауырдан майды шығарады. Бауыр жамарады. Төртінші, антиоксиданттар көп. 40 қабатта витамин С, витамин Е, бета-каротин бар. Олар қан тамырларды қорғайды. Диабеттік асқынулар болмайды. Бесінші, салмақ түсіруге көмектеседі. 40 қабатта калория аз, клетчатка көп. Тоқ сезінесіз, аз жейсіз, салмақ түседі. Салмақ түссе, диабет жақсарады. Қанша 40 қабат жеу керек? Күніне 200 грамм. Екінші тағам корица. Бұл дәмдеуіш емес, бұл дәрі. Неліктен корица диабетке жақсы? Бірінші, қантты төмендетеді. Корица инсулин сияқты әсер етеді. Жасушалар қантты жақсы қабылдайды. Қант қаннан жасушаға кіреді. Қант төмендейді. Екінші, инсулинге төзімділікті азайтады. Диабетте дене инсулинді сезбейді. Корица жасушаларды инсулинге сезімтал етеді. Инсулин жақсы жұмыс істейді. Үшінші, қабынуды азайтады. Диабетте денеде қабыну болады. Корица қабынуға қарсы. Дене сау болады. Төртінші, антиоксидант.
Корицада полифенолдар көп. Олар қан тамырларды қорғайды, жүрек ауруын болдырмайды. 5. Ас қорытуды жақсартады. Корица асқазан жұмысын жақсартады. Тамақ жақсы сімеді. Қант баяу сімеді. Қанша корица қабылдау керек? Күніне 1-2 шай қасық. Бұл 3-5 грамм. Қалай қабылдау керек? Таңертең 1 шай қасық корицаны илық суға қосыңыз. Бал қосыңыз, араластырыңыз, ішіміз. Немесе сүзбеге қосыңыз. Корица плюс сүзбе плюс жаңғақ, жеңіз. Немесе шайға қосыңыз. Көк шайға корица қосыңыз. Дәнді әрі пайдалы. Маңызды. Корицаны күнде қабылдаңыз. 2 рет жақсы. Таңертең және кешке. 3. тағам. Жаңғақ. Грек жаңғағы бадам, қарақат жаңғағы. Барлығы жақсы. Неліктен жаңғақ диабетке пайдалы? 1. Қантты тұрақтандырады. Жаңғақта пайдалы майлар бар. Олар қанттың сімуін баяулатады. Қант біркелкі болады, секірмейді. 2. Инсулинге сезімталдықты жақсартады. Жаңғақта магний, мыс, марганец бар. Бұл минералдар инсулинге көмектеседі. Жасушалар қантты жақсы қабылдайды. 3. Жүректі қорғайды. Диабет жүрек ауруы қаупін арттырады. Жаңғақ холестеринді төмендетеді. Қан тамырларды тазалайды. Жүрек сау болады. 4. Қабынуға қарсы. Жаңғақта омега-3 бар. Омега-3 қабынуды азайтады. Дене сау болады. 5. Тоқтық сезімін береді. Жаңғақта белок, клетчатка бар. Тоқ сезінесіз, аз жейсіз, салмақ түседі. Диабет жақсарады. Қанша жаңғақ жеу керек? Күніне 20-30 грамм. Бұл 1 торғай жаңғақ, немесе 15 дана бадам. Қалай жеу керек? Таңғы асқа жақсы. Жаңғақты суға дәндеп 1 түн қойыңыз. Таңертең жеңіз. Су дәмдеген жаңғақ жақсы сімеді. Немесе салатқа қосыңыз. 40 қабат плюс сәбіз плюс жаңғақ. Керемет. Немесе десертке. Жаңғақ плюс сүзбе плюс жидек. Дәнді әрі пайдалы. Маңызды. Жаңғақты күнде жеңіз, бірақ көп жемеңіз. 4. тағам. Көкөністер. Әсіресе көк жасыл көкөністер. Неліктен көкөністер диабетке керекті? 1. Клетчатка көп. Көкөністерде клетчатка өте көп. Клетчатка қанттың сімуін баяулатады. Қант баяу көтеріледі. 2. Калория аз. Көкөністерде калория өте аз. Көп жесеңіз де семірмейсіз. Салмақ түседі. Диабет жақсарады. 3. Витаминдер, минералдар көп. Көкөністерде барлық витаминдер бар. Магний, калий, кальций, темір. Олар денеге керекті. Диабетте көп витамин жоғалады. Көкөністер толықтырады. 4. Антиоксиданттар. Көкөністерде лютеин, зеаксантин, бета-каротин бар. Олар қан тамырларды қорғайды. Диабеттік асқынуларды болдырмайды. 5. Су көп. Көкөністерде 90% су. Диабетте көп су ішу керек. Көкөніс жесеңіз суды аласыз. Қандай көкөністер жақсы? 1. Шпинат. Күніне 100 грамм. 2. Брокколи. Күніне 100 грамм. 3. 40 қабат. Күніне 200 грамм. 4. Қияр. Күнде 1-2 дана. 5. Помидор. Күнде 2-3 дана. 6. Перец. Күнде 1 дана. Қалай жеу керек? Салат жасаңыз. Барлық көкөністі араластырыңыз. Зәйтін майын қосыңыз. Лимон шырнын қосыңыз. Немесе боқтырып жеңіз. 5. тағам. Жидектер, қарақат, қызанақ, қызылша. Барлығы жақсы. Неліктен жидектер диабетке пайдалы? 1. Гликемиялық индекс төмен. Жидектерде қант аз. Жесеңіз қант көтерілмейді. Диабетке қауіпсіз. 2. Антиоксиданттар көп. Жидектерде антоцианиндер бар. Олар қан тамырларды қорғайды. Диабеттік асқынуларды болдырмайды. 3. Клетчатка бар. Жидектерде клетчатка көп. Қанттың сімуін баяулатады. 4. Көзді қорғайды. Диабетте көру нашарлайды. Жидектер көзді қорғайды. Соқырлықты болдырмайды. 5. Дәмді. Жидектер тәтті. Диабетте тәтті жеу қиын. Жидектер тәтті әрі пайдалы. Қандай жидектер жақсы? 1. Қарақат. Күніне 100 грамм. 2. Қызанақ. Күніне 100 грамм. 3. Қызылша. Күніне 100 грамм. 4. Бүлдірген. Күніне 100 грамм. Қалай жеу керек? Таңғы асқа жақсы. Жидекті сүзбемен жеңіз. Жидек плюс сүзбе плюс жаңғақ керемет таңғы ас. Немесе смузи жасаңыз.
жидек плюс қырыққабат плюс су. Блендерде ұрымыз, ішіміз. Немесе десертке жидекті жай жеңіз. Маңызды. Тамақты уақытында жеңіз. Тамақ арасы 5 сағат. Аралық тамақ жемеңіз. Су ішіміз күніне 2 литр. Қант қосылған өнімдерді жемеңіз. Ақ нан, макарон, картоп азайтыңыз. Майлы ет, майонез, колбаса жемеңіз. Фастфуд, газды ішімдіктерге жоқ деп айтыңыз. Осы жоспарды ұстаныңыз. 90 күнде нәтиже көресіз. Қосымша кеңестер. Тамақтанудан басқа тағы кеңестер бар. Бірінші, қозғалымыз. Күнде 30 минут жүріміз. Жүру инсулинге сезімталдықты жақсартады, қант төмендейді. Тамақтан кейін 15 минут жүріміз. Бұл өте маңызды. Екінші, жақсы ұйықтаңыз. Түнде 7-8 сағат ұйықтаңыз. Ұйқысыздық қантты көтереді. Жақсы ұйықтаңыз, қант жақсарады. Үшінші, стресстен аулақ болыңыз. Стресс қантты көтереді. Медитация жасаңыз, кереңірек тыныс алыңыз. Стрессті азайтыңыз. Төртінші, суды жеткілікті ішіңіз. Күніне 2 литр су ішіңіз. Су қантты төмендетеді. Бесінші, қанды үнемі өлшеңіз. Глюкометр сатып алыңыз. Күнде 2 рет өлшеңіз. Таңертең және кешке. Қант деңгейін бақылаңыз. Алтыншы, дәрігерден тексеріліңіз. 3 айда 1 рет қан анализі жасаңыз. Гликированный гемоглобин тексертіңіз. Бұл 3 айлық қант деңгейін көрсетеді. Жетінші, дәрімізді ішіміз. Егер дәрігер тағайындаса, тағам дәріні алмастырмайды. Тағам дәрімен бірге жұмыс істейді. Сегізінші, темекіні тастаңыз. Темекі диабетті нашарлатады. Асқынуларды тездетеді. Міндетті тастаңыз. Тоғызыншы, алкогольді азайтыңыз. Алкоголь қантты көтереді. Мүмкіндігінше ішпеңіз. Оныншы, оң ойлаңыз. Диабет емделеді. Сіз жеңе аласыз. Оңды ойлаңыз. Қымбатты көрермендер, бүгін мен сізге қант диабетін қалай жеңуге болатынын айттым. Негізгі 6 тағағам. Бірінші, қырыққабат, күніне 200 грамм. Қантты төмендетеді. Екінші, корица, күніне 1-2 шай қасық. Инсулинге сезімталдықты жақсартады. Үшінші, жаңғақ, күніне 1 торғай. Қантты тұрақтандырады. Төртінші, көкөністер, күнде көп. Клетчатка, витаминдер. Жидектер, күніне 100 грамм. Антиоксиданттар көп. Осы тағамдарды күнде жеңіз. Тамақтану жоспарын ұстаныңыз. Қозғалыңыз. Жақсы ұйықтаңыз. Стресстен аулақ болыңыз. Су ішіңіз. Қанды өлшеңіз. Дәрігерден тексеріліңіз. 90 күнде нәтиже көресіз. Қант төмендейді, салмақ түседі, энергия көбейеді. Асқынулар болмайды. Өмір сапасы жақсарады. Есіңізде болсын, диабет емделеді. Сіз жеңе аласыз. Бірақ еңбек керек. Тағамды өзгерту керек. Видео ұнаса лайк басыңыз, тіркеліңіз, комментарий жазыңыз, туыстарыңызға жіберіңіз. Денсаулықта болыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.